Кайырлы күн, құрметті әріптестер. Кайырлы күн, бүгін біздің лекториямызға қосылған студенттер, әріптестер, қонақтар. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Қазақстан қоғамының әлеуметтік тарихы мен мәдени жадының аудиовизуалды сюжеттері 19 ғасырдың соңы, 21 ғасырдың басы ғылыми зерттеу жобасының аясында ұйымдастырылған дәрістер туралы хабарлаймыз. Бүгін біз Анар Еркебайға сәлем береміз. Анар Еркебай өнертану ғылымының кандидаты, Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры. Бүгінгі дәріс тақырыбы тарихи тақырыптағы қойылымдарда инновациялық технологияларды қолданылуы. Өте қызықты, меніңше, өте қызықты тақырып. Қош келдіңіз. Сөз сізге берейін. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті осы лекцияға қызығушылық танып кіріп отырған достар деп айталайын. Енді сіздердің осы үлкен ғылыми жоба аясында өткізіп жатқан дәрістер топтамасына мені шақырып отырғандарыңызға біріншіден алғысымды білдіргім келеді. Екіншіден, енді осы жобаның аман есен аяқталып, үлкен ғылыми еңбек болып шығып, бүкіл әлемге таралуына да тілектеспін. Өйткені бұндай тақырып, бұл өзекті тақырып, бұл бізге керекті тақырып, бұл біздің еліміздің тарихын, мәдениетін бүкіл әлемге, жұртшылыққа паш ететін тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Осындай тақырыптардың көп болғаны біздің ғылымның өсуіне де, ғылымның деңгейінің көтерілуіне де үлкен септігін тигізетініне сенімдімін. Енді рұқсат етсеңіздер, мен өзімнің осы лекциямды бастасам. Енді жаңа айтып кеткендей, менің тақырыбымның аты тарихи тақырыптағы қойылымдарда инновациялық технологиялардың қолданылуы. Театр көркемдік құрал ретінде синтетикалық болып келеді. Ол актерлік шеберлікті, музыканы, пластикалық өнерді, кескіндемені, декорацияны біріктіреді. Электрондық құралдар заманауи театрға енген уақыттан бастап, сахна кеңістігін жарық әсерлерімен байытып, сахнаның пластикасын өзгертетін техниканың мүмкіндіктерін күрделендіре түсті. Бейнепроекциялар пайда болды, компьютерлер қолданыла бастады. Интернет ғаламдық желі ретінде театрдың дамуына әсер етпей қоймады. Жарнаманың жаңа мүмкіндіктерін жасап қана қоймай, сонымен қатар көрерменнің театрға кері байланыс параметрлерін кеңейтті. Бүгінгі театрда цифрлық перформанс ретінде қабылдауға мүмкіндік беретін дәстүрлі театрлықтан электрондыға дейінгі көптеген технологиялар бар. Өнердің бір түрі ретінде театр әрқашан заманауи технологиялардың көмегімен көрерменмен байланысуға ұмтылды. Грек театрында құдайлар жасаған ғажайыптар туралы баяндайтын фантастикалық картиналардың әсерін күшейтуге мүмкіндік беретін әртүрлі кронштейн мен механикалық құрылғылар қолданылғаны белгілі. Ренессанс театрында инженерлік құрылымдар да өте танымал болды. Мысалы, Леонардо да Винчи, Милан герцогі Людовико Сфорца үшін адам робот үлгісін жасады. Ол герцогтың бай қонақтарының театрландырылған ойын сауығына қатысты. Барокко дәуірінде техникасы да әсерлі болды. Шеберлер желді, жаңбыр мен күн күркіреуін имитациялайтын машиналар жасады. Көріністер қысқарды әрі кеңейе түсті. Декорацияның элементтері айналып, теңіздегі толқындарды немесе ауадағы кейіпкерлердің қозғалысының елесі жасалды. Қазір ауыстырып қояйын кішкене. Электр энергетикасының дамуы мен оған негізделген техникалық жаңалықтар адам өмірдің барлық саласына еніп кетті. Театр тек жасанды жарықпен ғана емес, сахналық кеңістік пен спектакль концепциясын байыта отырып, театрлық жарықтандыру принциптері дамыды. Неғұрлым күрделі жабдықты ойлап табу арқылы дыбысты күшейту, қазір
дыбысты күшейту, көлеңке театр мен бейне көрсетілімдер үшін жарық проекцияларын жасау мүмкіндік болды. Қазіргі театрлар сахна кеңістігін күрделендіріп қана қоймай, театрды өнердің басқа түрлерімен байланыстыратын құралдардың тұтас арсеналын құру үшін өз алаңдарында мультимедиалық технологияларды енгізуге тырысып жүр. Заманауи театр қойылымы кино мен теледидар элементтерін де қамтиды. Бұл театр әрекетінің адам сезіміне әсерін және көрерменді спектакль кеңістігіне тартуды кеңейтеді. Театр кеңістігінің өзі де өзгеріп, дәстүрлі ғимараттан шығып, сыртқа қарай ұмтылуда. Қараусыз қалған зауаттардың үй-жайларына, табиғи ландшафттарға, теміржол вокзалдарына және қала алаңдарында қойылымдарды көру бүгінгі көрермен үшін таңсық жағдай емес. Қазіргі театр негізінен инновациялық технологияларды пайдалануға бағытталған. Постдрамалық және өнерді цифрландыру позицияларын нығайту театр режиссерлерінің мультимедиалық технологияларға қызығушылығын арттырып, олардың өндіріс стратегияларына бейімделуіне ықпал етеді. Бүгінгі таңда бейнелеу құралдарының басымдылығы компьютерлік жүйелер мен басқарылатын жарықтандыру дизайны мен бейне проекциялардың әртүрлі түрлері болуы кездейсоқ емес. Әрине, бұл құралдардың арқасында сахналық әрекетті жүзеге асыруға қажетті белгілі бір атмосфераны құруға болатынын мойындамасқа болмайды. Динамикалық түс пен жарық көрсеткіші көркем бейненің эмоционалды және семантикалық құрылымының ең нәзік реңктерін байқауға мүмкіндік береді. Мультимедиалық технологиялар мәтіндерді, графикаларды, бейне элементтерді, дыбыстық эффектілерді, фотосуреттерді, анимацияларды және тағы да басқа синхронды түрде қолданылатын әдістердің жиынтығы деп түсініледі. Басқаша айтқанда, бұл интерактивті бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы жасалған визуалды және дыбыстық әсерлердің жиынтығы. Көрерменге графикалық, аудиовизуалды, дыбыстық және визуалды ақпараттардың бір мезгілде әсер етуіне байланысты мультимедиалық құралдар үлкен эмоционалды қуатқа ие. Біздің ойымызша, режиссердің қойылым ниетіне мультимедиалық технологияларды енгізу мынандай бірқатар талаптарға сай болу керек. Ең алдымен мультимедиалық материалды режиссердің ниетіне байланысты таңдаудың негізділігін атау керек. Мультимедиалық технологиялардың маңызды, бірақ бәрібір негізгі өнер құралы емес екенін де ескеруіміз керекпіз. Және спектакль жасауда, енді қазіргі таңда спектакль деп емес, көбінесе театрлық жоба да деп айтып жатады. Бізге ең алдымен тарихты қосу керек сияқты біздің ойымызша. Мультимедиалық технологиялар сахна кеңістігін қалыптастыруда кең мүмкіндіктерге ие. Дегенмен де осындай мультимедиалық құралдар арқылы сахна шеберлігінің арқасында ғана мүмкін. Осыған байланысты мультимедиалық технологияларды қолданудың негізгі қызметі режиссердің экспрессивті құралы қызметін атқару, ал басқа құралдармен синтезде режиссердің ниетін бейнелеуге бағытталған. Осылайша театр өнеріндегі цифрлық технологияларды бейімдеу режиссердің спектакльдегі ниетінің жүзеге асуын ескере отырып, цифрлық және дәстүрлі театрлық технологияларды біріктіретін көзқарасты қалыптастырумен байланысты. Қазақ театрының тәжірибесіне сүйене отырып, драмалық спектакльдерде мультимедиа мен проекциялардың қызметін қарастырайық. Қазіргі қазақ театры екі маңызды міндетті ойдағыдай орындап келеді. Бір жағынан ұлттық салт дәстүрдің, тілдің, мәдениетті көрсету болса, екінші жағынан заманауи театр өнерінің бағытынан қалмай, көрерменмен заманауи тілде сөйлесіп, соңғы техникалық құралдарды театр тілінде пайдалану. Проекция бірқатар театр қойылымдарының сценографиясына қатысады. Дәл қазіргі таңда, дәл солай видеода, осы аудиовизуалды құрылғыларда өте кеңінен пайдаланып жүр. Солардың бір-екеуіне тоқталайық, мысал ретінде. Енді мультимедиалық қойылым бұл классикалық нұсқадан ерекше динамикасымен, интерактивтілігімен, күшейтілген эмоционалдық фонымен, виртуалды шындықты құруменен ерекшеленеді. Соның арқасында көрермен оқиғадан ауытқымайды, қойылымды бірдемде көреді, атмосфераға енеді,
спектакльге қатысады және оның қатысушысы болады. Театр өнерінің мультимедиасы өз алдында мақсат емес, ол режиссердің негізгі идеясын жүзеге асырудың көп функционалды құралы ретінде құралы екенін атап айтқанымыз жөн. Қазақ театрлары технологияларды шамасы келгенше қолданып отыр. Қазіргі репертуарға көз жүгіртсек, әр жанрдағы, тақырыптағы қойылымдарда заманауи тәсілдердің қызықты элементтерін байқауға болады. Соның ішінде тарихи тақырыптағы қойылымдарда мультимедианың алатын орны ерекше. Бұл біріншіден көрсетіліп отырған тарихи кезеңді визуалды тұрғыдан әсерлей түссе, екінші жағынан кейіпкерлерінің ішкі психологиясын ашуға да көмектеседі. Енді мына жерде сіздер суреттерді көріп отырсыздар, түрлі енді бізде кішкене өкінішке орай әдемі осындай визуалды мультимедиалық құрылғыларды қолданылған суреттер, кәсіби тұрғыда жасалған суреттер өте аз болғандықтан, енді менде де сурет жағынан кішкене кемшіндеу болып тұр. Дегенмен де мына жердегі қойылымдарда осындай мультимедиалық проекциялар, видеолар өте жақсы қолданылғанын байқап отырсыздар. Мен тіпті мына жерде қазіргі негізгі кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін артында осындай сөздер арқылы шығарып отыруының өзі, бұның барлығы көрерменге өзінің әсерін қалдырып отырды. Енді мен тоқталып кетейін деген спектакльдерімнің бірі бұл Атилла мен Ацетци. Бүгінгі таңда тарих пен шежіренің қайта қаралып, барымыз бен жоғымыз саналы түрде сарапқа салынған тұста тарихи пьесалардың маңызы зор. Қазақ халқының ғұмырындағы қоғамдық саяси, әлеуметтік моральдық тұрғыдан бастан кешкен зобалаң кезеңдері ұлттық драматургияның төрінен орын алуы заңды құбылыс. Қоғамдық дүмпулер мен ереуіл қақтығыстар тақырыбы негізінде кезінде көптеген тұшымды дүниелер жарыққа шықты, және сол үрдіс жалғасып қана қоймай қарқынды дамып жатқаны қуантады. Сондай шығармалардың бірі Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театрының сахнасында жүріп жатқан, мына жерде мен басқа нені айтып кетіппін, жүріп жатқан Ақтастағы Ахика драмасы Жапон елінің азаматы Ахика Тецура туралы әңгімеленгенімен бірінші кезекте өз еліміздің басынан өткізген қиын қыстау кезеңін баяндайды. Бүгінгі таңда Қарағанды облысының Ақтас ауылының тұрғынына айналған Ахика ақсақалдың басынан кешкен оқиғасы отанымыздың талай отбасының тағдыры деп айта аламыз. Дегенмен де драматургтың өз пьесасының кейіпкер ретінде өз отандасымызды емес, ұлты қазақ азаматын емес, Қазақстандағы соңғы самурайды алуының да астары түсінікті. Ахиканың бүкіл ғұмыры Қазақстанда өтіп, Ақтастың туғандарына айналуының арқасында өкімет тарапынан тек жақсылық көрген қарияның туған топырағына оралмай, кең байтақ қазақ жеріне өз жүрегін арнауы да көп ұлтты еліміздің әр тұрғыны үшін үлкен үлгі боларлықтай. Қойылымның режиссері Асхат Маемиров пен жас суретші Құрманбекова шығарманың ерекшелігіне қарай сахналық алаңды толық пайдалануға, кейіпкерлердің еркін әрекет жасауына көңіл аударған. Сонымен қатар басты кейіпкер Ахиканың қиын тағдырын тереңдету үшін, адам мен қоғам арасындағы байланысты ашу үшін проекция мен музыка үндестігін тамаша пайдаланған. Қазір мен сіздерге осыны көрсету үшін кішкене видеодан. Где-то около минуты надо видео, да? Потому что иногда авторское право деп тағы. Сондай бар ма? Жарайды. Жақсы. Міне мына жерде сол Ахиканың бала кезіндегі Жапониядағы өмірі көрсетіледі, және артында видеопроекция арқылы гүлденген сакура пагоданың сұлбасы өте айқын көрініп тұрғанын байқап отырсыздар. Осы арқылы бала Ахиканың өз елінде жаймашуақ өмір кешкендігі байқауға болады.
Бұл да осы жалғасы. Қазір мен осы жерде видеомен осы аудиовизуалды құрылғыларды көрсету арқылы режиссердің сол кездегі саясатты көрсеткені ашуға Тыңдаңыздар, Фонтопортының тұрғындары! Советтік социалистік республикалар одағы жоғарғы кеңесі президиумының 1946 жылғы 2 ақпандағы жарлығымен оңтүстік Сахалин және Курил аралдарының аумағы кеңес одағының меншігі деп жариялансын. Жергілікті бейбіт тұрғындар қысқа мерзімде шұғыл түрде Жапонияға көшірілсін. Енді міне көргендеріңізде бұл жерде әкесінің қолынан қылыш алып алғашқы әскери жаттығуларын жүргізген Ахика мен киелі ағашты қоршап билеген жапон қыздарының бақытты өмірін қызыл әскер адамдары мен Сахалин аралының кеңестер құрамына кіруі туралы жарлық бұзады. Бұл екінші дүниежүзілік соғыста Жапонияның жеңілісі Сахалин аралдарының кеңестер құрамына кіруіне әкелген 1946 жыл еді. Осы сәттен бастап спектакльдің оқиғалары шапшаң түрде өрби түседі және осы жердегі байқағандарыңыздай музыканың ауысуы, проекция арқылы берілген кеңестер туының желбіреуі эмоционалды күшті күшейте түсіп отыр. Және тағы да бір үзінді көрсетейін деп отырмын сіздерге осы неден қазір. Мен сенің кім екеніңді білемін. Бірақ сен мұнда не көп жатқанын білмейсің ғой. Шалды көлден Неге мен? Сот үкімі Ішкі істер халық комиссариаты жанындағы айрықша мәжіліс шешімімен 1930 жылы Сахалин облысындағы Хонто портында дүниеге келген Ахико Тецуро РСФСР қылмыстық кодексінің 58-ші бабы бойынша 10 жылға бас бостандығынан айырылсын. Енді бұл сахнада Ахика сот үкімінің шығуында режиссер Маемиров видео мен музыкаға сүйену арқылы күшейте түскен. Кеңестер одағының 10 жылға бас бостандығынан айыру туралы шығарған үкімі естілген сәтте Ахиканың елін ата-анасын көруге соңғы үміті үзілгендей, сол жақта қалған өмір мен осы жақтағы өмірді қақ бөлгенде міне көріп отырсыздар, темір шымылдықтың түсуі де өте әсерлі көріністердің бірі болды.
Яғни қараңыздар, осы бергі жақта түрме менен белгісіздік, ал гүлденген сакурасы бар Жапонияда аңыраған ата-анасы, тума туысқандары және өзінің балалық шағы сол жақта қалып отырғанын көрсетіп отыр. Жалпы мына алдарыңызда тұрған темір тордың өзі, енді бұл инновациялық технология деп айта алмаймыз, дегенмен де бұл театрдың негізгі сол технологияларының бірі. Әр театрда осындай темір не бар, шымылдық бар. Бұл темір шымылдықтың қолданылуы негізгі бұл осы өрт қауіпсіздігіне байланысты барлық театрда болу керек. Яғни енді Құдай сақтасын ондайдан, дегенмен де өрт шығып жатса, театрдың ішінде осы темір шымылдықты қолданады. Бұл жерде режиссер осы темір шымылдықты спектакльге де арнайы қолданылып отыруының өзекті, өте қызықты шешім болды. Өйткені осы темір шымылдық бірден авансценаға түседі де, осы түрменің қатқыл, сондай суық реңкін көрсетуге үлкен септігін тигізді. Енді осындай видеолар аяғына дейін бар, мына жақта, бірақ осы видеоның соңындағы әдемі көрініс осы видеоға түспей қалыпты. Яғни бұл жерде айтқым келгені, спектакльде тек қана проекция арқылы ғана жаңағы сондай эмоционалдық күшті әсерлеу үшін қолданылатын видеолармен қатар, бұл жерде мысалы соңында Акика Тецура Қазақстанда қалады ғой, түрмеден шығады аман есен, Қазақстанда қалады, осы Ақтастың тұрғыны болып Қарағанды облысының ауылында. Бірақ тәуелсіздік жылдары оны Жапония елінде осылай жалғыз жапон ұлты соғыстан қалып қалғанын естіген кезде, оны арнайы Жапонияға шақыртады, ол сол Жапонияға барады, тума туысқандарымен кездеседі, бірақ сол жақта қалмай, қайтадан Қазақстанға қайтып келеді. Сол видео көрініс, яғни деректі көріністе осы спектакльде қолдануы, бұл да, яғни бұл оқиғаның өтірік емес, бұның барлығы деректілікке негізделгендігін көрсетуі өте әсерлі болып шыққан. Көрініп отыр ма бәрі, мен айтып отырғанымның? Иә, бәрі көрінді, естіліп тұр, өте керемет. Енді жаңағы мен бұл жерде мына спектакль туралы да айтайын деп едім, дегенмен де бұның видеосын кішкене таба алмадым. Бұл жерде енді қазақ театры, өздеріңіз білесіздер, әрдайым тарихи спектакльдерді сахнаға шығарып отыратын, тарих беттерінен соңғы 30 жыл бойы белең алған құбылыстан да жақсы байқаймыз. Өз еліміздің, жеріміздің хан батырларымен қатар әлемге даңқы шыққан қолбасшылардың да ата тегі қазақтар болғанын көрерменімізге жеткізгіміз келетіні де жасырын емес. Томирис, Шыңғысхан, Еділ патшалар соның айғағы. Сондықтан осы мына Аттила мен Ацетси атты спектакль Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық театрының сахнасында Григорий Томскийдің пьесасы бойынша қойылған. Енді бұл жерде Григорий Томский бұл драматург емес, бұл Якут елінің, Саха елінің сондай атақты ғалымы, ғалым болғанда да физика, математика ғылымдарының ғалымы. Сол кісінің осы тарихқа қызығушылық танытып пьеса жазуының өзі әрине бұл өте сондай бір ерекше құбылыс. Және соны біздің қазақ театры қазақ тіліне аударып сахнаға шығарды. Бұл жерде Аттила мен Ацетсидің достығы, ақыры Рим патрициясының ғұндар патшасын сатып кету сынды оқиғалар тізбегін шиеленіскен тартысқа, тұтас драматургиялық желіге толыққанды құра алмаған, өкінішке орай, өйткені енді драматургиялық заңдылықтарды білмегендіктен. Дегенмен де бұл жердегі осы тарихи оқиғалардың өзі, сол тарихи оқиғалардың бізге жетуінің арқасында біздің қазіргі ұрпақ осындай бізде көне заманда Аттила дегенде енді бізде қазақша Еділ патша дейміз, осы Еділ патшадай атақты қолбасшымыз болғанын көруге мүмкіндік алып отыр. Енді сонымен қатар бұл жерде режиссер Алма Кәркішева, осы режиссер бұл енді жаңа айтып кеткендейімде пьесадағы шынайы суреттеу таппаған кейіпкерлердің психологиялық толғаныстарын, ішкі жан күйі мен әрекеттерін толықтыру мақсатымен түрлі бейнелеу құралдарын
спектакльді қолдануға тырысқан. Және бұл жердегі суретші Қабыл Қалықов сондай жаңағы визуалды қатарды, проекцияны, сонымен қатар осындай голографияны өте тұшымды да әдемі пайдаланған. Енді мен мына жерде жаңа кішкене ертерек кіргенде ютубты қалай көрсететінін сұрамаппын. Бұны ютубты көрсетуге бола ма? ютубтан болады, бірақ опять үзінді үлкен емес болса, иә? Иә. Так, Демонстрация экрана сізге неге шығуыңыз керек? Интернет. Бірінші неден ашып қойсаңыз. білмейтін секілдімін, жасай алмай отырмын, уақыт алмай ақ қояйын. Жоқ, оны YouTube канал неде, өзіңізде YouTube каналды ашып, сосын демонстрация экранаға кіріп, соны көрсете аласыз. Бұл ашылып тұр. Енді демонстрация экранаға кіріңіз. Міне, өте жақсы болғай. Міне осы голографияны кішкене көрсетейін. Серін берген. Алдымен тұла бойынан бу мен дым бүріккен алай дүлей жел тұрды. Дүниені басып жатқан қара балшықтай, қап-қара түнектей күнек серпілді. Сол-солақ екен еділ, елдің намысы боп жанған. Таудағы ғұндар еңіске құйылған. Еңістегі ғұндар тауға жиылған. Көк тәңірге сыйынған. Olmaz. Енді көп көрсетпей ақ қояйын, өйткені. Иә. Мынау YouTube каналда, қай каналда көрсетіп тұр? Көруге болады. Бұл ел арна каналында, ел арна хабар каналдары өте осы соңғы кездегі спектакльдердің барлығын түсіріп, өстіп теледидар арқылы көрсетті. Сонымен қатар Сақтап нетіп отыр, иә? База, иә? Өздерінің сол YouTube каналдарында сақталып тұр, сондықтан солардың барлығын сіздер қарап тамашалауларыңызға болады. Рахмет. Өте сондай жақсы үдеріс жасаған. Қазір мен қайтадан өзімнің ашайын. Және келесі тағы бір тоқталайын деген қойылымым бұл бөрте. Бөрте бұл күні кеше ғана сахнаға шыққан қойылымдарымыздың бірі. Бұның авторы елімізге танымал жазушы драматург Дулат Исабеков. Бұны Түркістан музыкалық драма театры қойды. Яғни Түркістанда жаңадан музыкалық драма театры ашылды, оған үлкен әдемі ғимарат салынды жаңадан, және сол ғимаратты салған кезде әрине соңғы бүкіл технологияларды есептеп отырып, солардың барлығын енгізуінің өзі әрине сол театрды қазір біздің енді әлемдік деңгейдегі үлкен ғимараттардың бірі деп айтуға негіз беріп отыр. Және соны дәлелдей түсу үшін де сол театрдың сахнасы да, шымылдығы да
осы Бүрте спектакльмен ашылды. Бұл жерде міне өздеріңіз тіпті афишадан көріп отырғандай да қоюшы режиссердің өзі Давид Ливерморе, бұл итальяндық режиссер, бұл Генуя ұлттық театрының директоры, бүкіл әлемге танымал режиссер, актер әрі композитор. Және екінші режиссер ретінде Америкада, Германияда өз қолтаңбасын қалыптастырған италиялық Карло Шапкалугамен және сценограф Анна Баралды шақырылған. Және осындай үлкен бір керемет шығармашылық тандемнің арқасында өте әдемі, нағыз мультимедиялық спектакль деп айтуға тұрарлық дүние келген. Енді Бүрте дегеніміз, Бүрте бұл да үлкен тарихи тұлға, және Бүртенің бұл атақты ұлы қолбасшы Шыңғыс ханның бәйбішесі екенін баршамыз тарихтан білеміз. Және бұл жерде осы Бүртеменен Шыңғыс ханның шын аты енді Темуджин емес пе еді? Сол Темуджин екеуінің бала кезінен кездесіп, сол екеуінің некелері қиылып, екеуінің бүкіл өмірі барлығы суреттеледі. Соңғы күндеріне дейінгі өмірі суреттеледі. Және бұл жерде Шыңғыс ханның осы қолбасшы болуына, атақты дипломат болуына, саясаткер болуына үлкен септігін тигізген. Енді бір жағынан сол Темуджиннің өзінің ақылы мен даналығы болса, екінші жағынан осы Бүртенің де сондай бір стратегиялық ойлары, әйелдік ақылы деп осы жағынан енді соны бірінші планға шығарып отыр. Сонымен қатар әрине, неге Бүрте деп айтатын болсақ, тағы да бұл жерде де Бүртенің сол тегіменен біз қазақ тегінің арасындағы байланысты көргендіктен, бұл да біздің, осы қазіргі біздің ұрпақта осы Бүртеден таралған деген ойға жетелеп отыр осы жерде. Бұл жерде шынымен де жаңағы айтып кеткен шығармашылық топ өте үлкен жұмыс атқарған. Визуалдық әр көріністе артқы визуалдық қаттар әрдайым өзгеріп отырды, үлкен өзгеріске ұшырап отырды. Және бұлардың барлығы тек қана жай сурет ретінде ғана қалып қоймай, ол әрдайым қимылдап, әрдайым сол эмоционалдық күшті әсерді күшейтіп отырды. Енді бұл жерде сол алғашқы сахналардың бірі, мына жерде бұл соғыс алдындағы, яғни Темуджин, егер тарихта естеріңізде болса, Темуджин Бүртені құда түсіп алып келе жатқан кезде, оған оларға шабуыл жасап, Бүртені ұрлап алып кетеді. Именно осы көріністі міне осы сахнадан көріп отырмыз біз. Өстіп сахна әрдайым өзгеріске ұшырап отырды. Бұл жердегі киім, бұл жердегі музыка, бұл жердегі әр заттың өзінің барлығын семантикалық күші толыққанды жетуіне бір жағынан осы бүкіл мультимедияның көмегі де өте зор болып отырды. Бұл енді суреттер ретінде көрсетіп отырмын, бірақ сіздерге менде қазір кішкене видеодан тағы да бір осы спектакльден көрсеткім келіп отыр. Үзінді, иә? Ол кезде мен жас едім. Спектакль өстіп басылады. Әкемнің бүркітке жем беріп жүргені есімде. Кенет біздің үйдің жанынан ат тұяғының дүбірі естілді. Әкемнің басқа бір кісімен құшақтасып жатқаны көз алдымда. Ол қият руының көсемі Есуке екен. Оның ұлы Темуджин де бірге келіпті. Ол өзін ересектерше ұстайтын. Шынтуайттап күлген кезде оның дәл бала екенін көрдім. Әкелеріміз бір-бірімен құда болыпты. Осылайша тағдыр Темуджин екеумізді ерлі зайыпты болуға жазыпты. Анам болса жылап жүр. Біз екеуміз қарама-қарсы тұрмыз. Темуджин екеуміз қол ұстастық. Сонан соң олар қайтып кетті. Темуджинді 9 жыл өткенде бірақ көрдім.
жол жөнекей спектакль Есукейге жаулары той үстінде у беріпті. Ол үйіне жеткен бойда жан тапсырады. Уәлі Нәжін мен оның балаларын тарғыдай өлтірмек болады. Уәлі Нәжін балаларын аман сақтау үшін орманға жасырынып, көрмеген қорлығы қалмайды. Арада бірнеше жыл өтеді. Қайсар туған Уәлі Нәжін балаларын балық аулап, жеміс теріп, жау көзіне көрсетпей, ақыры соқталдай жігіт етіп өсіреді. Оларды ұзақ күттім. Әкемнің қамқорлығының арқасында аман есен бой жеттім. Менің атам Бөрте. Батайрай. Және қараңыздаршы, кейіпкерлердің сахнаға шығуының өзі. Бұл да бізде бірінші театр осындай әдісті қолданып яғни жылжымалы жұлдыздардың жасалуының өзі басқаларға жылжымалы жылдардың сахнаға шығуының және қаражатты талап ететін. Екі күн жауған жаңбырдан Так, және тағы да бір-екі Анар, да, көрсетпей қояйын ба? жоқ, сіздің дауысыңыз естілмей тұрған спектакль өзіңді көрсеткен кезінде. Түсінікті. Аха. Бұл жерде менің айтқаным жаңағы естіген музыканың өзінде арнайы композитор Хамит Шанғалиев жазды. Инструменттердің, ол көне қазақтың инструменттерін тауып, дыбыстарын тауып отырып, сол аспаптарды пластикалық осындай деңгей сүйемелдеу арқылы осындай әдемі музыка жазып шықты. Сонымен қатар енді жаңа мен сіздерге басында көп байқадыңыздар, актерлердің барлығы, мен мына жердің барлығы, мен тышқаным жүріп тұрғанын көріп тұрсыздар ма? Мынаның барлығы жылжымалы жолдар. Актерлердің сахнаға шығуының өзі осы жылжымалы жолдар арқылы жасалып отырды. Актерлерді сөйтіп шығып отырды, және бұл жердегі сондай бутафориялық заттар, басқа да спектакльдегі қолданылған дүниелердің барлығы, көбін осы жолдар арқылы шығарды. Әрине, бұл өте күрделі құрылғы болып табылады. Бұндай құрылғылар біздің театрларда мүлдем жоқ. Бұл бірінші театр, осы Түркістан театры осыны қолданып жасатқан. Бұл күрделі технологияларды талап етеді, және сонымен қатар әрине үлкен қаражатты талап етеді. Дегенмен де осындай инновациялық технологиялардың барлығымен қамтамасыз етілген бұл алғашқы қойылым болды Қазақстандағы. Қазір тағы да бір эффектный. Ей, кәрі қақпас, есіңнен шықпаған шығар. Бұл палуан сенің бірінші күйеуің, Шіледу батырдың бауыры. Не дейді? Не дейді? Атамыздың әйелін Есукей тартып алды. Бөрте келінім, сіз Темучинге әке орнына әке болдыңыз. Бұл киімге сіз лайықсыз деп маған сыйлаған еді. Сол Бөрте келінімді меркіттер алып қашты де. Иә, солай болды хан ата. Енді негізгі осы бүкіл спектакль басынан аяғына дейін осындай әдемі сондай визуалды көріністермен қолданылуы, бұл әрине спектакльді бірден сондай атышулы қойылым етіп шығарды. Бұл спектакльге еліміздің барлық жағынан, барлық қалаларынан барып қараған адамдардың саны өте көп. Кәдімгідей
самолетке билет алып ұшып барып қарап жатқандар да бар. Алматыға әкеліп көрсетті фестиваль кезінде, Астанаға әкеліп көрсетті фестиваль кезінде. Дегенмен де бұл спектакльдің құндылығы ең басты осы біздің тарихты, тарихи тақырыпты осындай әдемі визуалды көріністер арқылы, мультимедианың көмегі арқылы, түрлі инновациялық технологиялар арқылы көрсетуі, бұл өзіміз үшін де және шетелге, туристерге, жалпы бүкіл әлемге ұялмай паш етіп көрсететін туындыларымыздың бірі. Жалпы осы Түркістан музыкалық драма театры бұдан кейін де бірнеше қойылымдарды шығарды. Олар да осындай тарихи тақырыпқа байланысты болды. Қорқыт туралы аңызды да осындай мультимедиалық, яғни театрдың мүмкіндігі бар осындай технологияларды көрсетуге. Бізде мысалы көп театрлар мультимедианы қолданғылары келеді, дегенмен де театрдың осы аппаратура жағынан, басқа да құрылғылар жағынан кішкене кемшін түсіп жатуына байланысты, әрине олар оны толыққанды жасай алмайды. Бірақ қазір көп театрлар осы жаңа заманауи бағыт-бағдарды өте жақсы қабылдап, оны өздерінің спектакльдеріне қосуға бар мүмкіндіктерін жасап жатыр. Енді сол жағынан әрине үлкен жетістіктерге жетпесек те, дегенмен де өте қарқынды түрде жұмыс жасап жатырмыз. Режиссерлер, әсіресе жас режиссерлер, сценографтар осы жаңа мүмкіндіктерді игеріп жатыр, оларды қолданып жатыр. Тіпті спектакльдердің үстінде, қазір енді біз тарихи спектакльдер туралы айтқандықтан, мен басқа спектакльдерді айтпай отырмын. Дегенмен де, мысалы, спектакльдердің үстінде видеоны, тікелей эфирлерді қолданудың өзі, интернетті қолданудың өзі, әсіресе заманауи спектакльдерде бұл өте жақсы қолданысқа ие болып жатыр. Телевидениенің, киноның мүмкіндіктерінің барлығының қолдануы әрине біздің театрды қазірді әлемдік театр процесінен, үдерісінен еш қалыс қалмай жұмыс жасап жатқанын көрсетіп байқатып отыр. Енді сөзімді кішкене қорытындылайын. Жаңа тағы сол Түркістан театрында күні кеше осы 23-ші жылғы жаңа премьераларының бірі Мағжан Жұмабаев туралы спектакль. Мағжан деген спектакльде осындай мультимедианың көмегіменен өте әдемі қылып шығарды деп естіп жатырмыз. Өкінішке орай өзім оларды көрмегендіктен, мен олар туралы енді қазір айтпайын, келесі жолғы бір лекцияларымды көріп келгеннен айтуға дайынмын. Енді осы айтылғанның барлығын ескере отырып, мультимедиалық спектакль өнер мен компьютерлік технологияны біріктіру үлгілерінің жиынтығы болып табылады. Және оның құрамдас бөліктері болып табылатыны. Біріншіден, бұл классикалық театр өнері. Екіншіден, заманауи және классикалық би өнері. Үшіншіден, музыка. Төртіншіден, кескіндеме. Бесіншіден, әдебиет. Алтыншысы, кинематография. Жетіншісі, цирк өнері. Сегізіншісі, фотосурет. Тоғызыншы, графика. Және оныншысы, бұл мультимедиалық цифрлық өнер болып табылады бүгінгі таңда. Режиссерлердің театрландырылған іс-шараның құрылымында мультимедиалық және спектакльден шектен тыс пайдаланудағы заманауи тенденцияны атап өту өте маңызды. Әрине біз бүкіл спектакльдер осы мультимедиаға негізделсін деп айтқымыз келмейді. Мен жаңа басында да айтып кеттім осы лекциямның. Қандай біз құрылғыларды қолданбасақ та, технологияларды қолданбасақ та, біз ең бастысы театр, ол театр болып қалатын негізгі құрамдас бөлігі бұл актерлік өнер. Осы актерлік өнерге жаңағы, яғни бүкіл мультимедиа, инновациялық технологиялар, олар бірінші кезекте актерлік өнерді көмектесіп, олардың шеберліктерін шыңдауға түрткі болу керек. Сондықтан да осыны режиссер де, біз де көрермен ретінде, тарихшылар да, бүгінгі зерттеушілер де осы жағын ұмытпауымыз керекпіз. Қалай көрсетсек те, бірінші кезекте театр болып қалу керек. Сонымен қатар, осы мультимедиалық құралдарды таңдауда да осындай дәлділік пен орындылық қажет екенді ескеруіміз керекпіз. Яғни, осы спектакльде қазіргі таңда, енді мысалы қараңыздар, біріншіден мультимедиалық құралдар, бұлар слайд-шоу, бейне көрсетілімдер, жазба және нақты уақыттағы бейне материалдар арқылы қолданысқа ие болып отыр. Сонымен бірге, екіншіден,
интерактивті қасиеттері бар сандық тасымалдаушылар арқылы жүзеге асырылады, яғни бұл бейне проекция, 3D, 3D эффектісі бар видеолар, голографияларды көрсететін сондай құрылғылар. Сонымен бірге осы драматургиялық материалдардың әсерін күшейте түсетін тағы да бір құрылғылар тобының бірі бұл анимациялық, графикалық және бейнеклиптерді де қолданылады. Және осындай өнімдердің, спектакльдердің техникалық мүмкіндіктерін жетілгендігін көрсетіп, бірінші кезекте байқататыным бұл мультимедиялық декорация, жарық және дыбыс эффектілері және осындай арнайы проекциялық экрандар болып келеді. Енді осылардың барлығы әрине басында айтып кеткенімдей, бұл құрылғылардың барлығы көрерменге үлкен эмоционалдық әсер береді, атмосфераға кіруге үлкен септігін тигізеді. Және нақты жаңағы айтып кеткен тарихи спектакльдер деп айтқан кезде, тарихи спектакльдерді егер бұның алдында дәстүрлі түрде шешіп, олардың кейіпкерлері сондай бір статикалық, пафостық тұрғыда ғана сахнаға шығып отырса, осы мультимедиялық құрылғылардың арқасында бұл тарих біздің көз алдымызға тіріліп келгендей болғандай әсер беріледі. Және қазіргі енді біз ұрпақтың қандай екенін білеміз. Барлығы қолдарынан гаджеттерін тастамайды, барлығының өмірлері осындай клиптік деңгейдегі өмір болып кеткен, яғни бәрін жыпылықтатып, осы Facebook, Instagramның лентасындағындай өмір сүруге үйреніп кеткен. Және олар өмірді де сөйтіп қабылдайды. Сондықтан да қазіргі сондай ұрпаққа мультимедиялық спектакльдердің әсері зор болады. Яғни олар тарихқа деген қызығушылығы арта түседі. Осындай спектакльдердің арқасында олардың патриоттық сезімдері де өсе түседі. Еліне, жеріне деген махаббаты оянады. Сонымен бірге әрине күнделікті мектепте, университетте оқып жатқан тарих сабағын тек қана құрғақ сөз арқылы ғана естімей, осындай визуалды көріністер арқылы көруінің өзі әрине үлкен әсер етеді және қызығушылығын оятады деп ойлаймын. Енді алдағы уақыт театр бір орында тұрмайды, театр деген тірі организм. Сондықтан да алдағы сонымен бірге қазіргі технологиялар заманы да прогресс бір орында отырған жоқ, ол да күн сайын дамып отыр. Сондықтан да театр өнерінің дамуы әлі алда деп ойлаймын. Рахмет. Үлкен рахмет сондай қызықты лекцияңызге бергеніңізге. Біздің аудиторияда сұрақтарыңыз болса, сұрақ қоюға болады. Дәріскерге, да? Сұрақтар жоқ болып тұр, бірақ менде бір сұрағым бар. Осы спектакльдерді тарихи спектакль болғандықтан режиссерлар мысалы шетелден шақырып отыр кейбір театрлар. Содан кейін авторлар да біздің елімізден бар, бірақ там бүгін көрсеткен Ресейден да бір автор болған Атилаға байланысты спектакль, да? Нет? Вот қаншалыққа тарихшыларды шақыртады, неге как консультант ретінде? Дәл солай болды ма? Өйткені спектакль это все-таки замысел режиссерский, да, это все-таки относится к сфере творчества. Исследование это немножко другая сфера, наука это немножко другая сфера. Вот насколько приглашаются специалисты, историки в качестве консультантов, вот сол жағынан? Сұрағыңыз өте орынды және өте дұрыс сұрақ қойдыңыз. Жалпы бізде осы тарихи тақырыпқа деген қызығушылық театр ашылғаннан бері бар деп айта аламыз. Сонымен бірге енді бізде бүкіл қазақ қоғам ретінде барлығымыз өз тарихымызды өте жақсы білеміз. Кеңестер кезеңінде де енді тарихқа деген, тарихи тақырыпқа деген қызығушылық өте жоғары болды. Бірақ дегенмен де бір сол кезеңнің идеологиясына байланысты көп нәрселер
бұрмаланып басқаша жеткізіліп келгені де аян. Көп нәрседе ашық айта алмадық дегендей. Енді осы тәуелсіздіктен кейінгі кезеңде тарихқа деген қызығушылық одан ары арта түсті. Көптеген спектакльдер шықты. Тарихи тақырыпқа байланысты. Және бұл жерде сіз дұрыс айтып кеттіңіздер, түрлі авторлар жаза бастады. Яғни жаңағы айтып кеткен мысалы Дулат Исабеков да өте атақты біздің драматург, жазушы драматург. Ол тарихты енді өмір бақи зерттеді. Бұл оның алғашқы тарихи пьесасы емес. Сонымен бірге енді жаңағы Ресей жазушысы деп айттық, енді Якутия Саха елінің жазушысы. Оның өзі мысалы өзінің айтуы бойынша ол бүкіл өмірін, өзінің негізгі саласы физика мен математика болғанына қарамастан, ол бүкіл өзінің өмірін осы Атилланың шығармашылығы мен зерттеумен айналысқан екен. Және бұл жерде енді көрмейсіздер ме, енді Атилланың түбі тегі түркі болып тұрғандықтан әрине осындай қызығушылық туды. Сондықтан да біздің де қазақ театрының да осы спектакльге қызығушылық, пьесаға қызығушылық тудырып сахнаға шығарғаны заңды құбылыс. Және үшінші айтып кеткен драматургтеріміздің бірі бұл Мадина Умарова, ол жас драматург деп айтамыз. Ол кісінің де қазір ол да бірнеше тарихи пьесалары бар, олардың барлығы сахналанып сахнаға шығып жүр. Енді бұл жердегі сіздің негізгі сұрағыңыз бұл тарихшыларды шақырыла ма дегенде. Енді арнайы мысалы бұл жерде қаражат, кәдімгі қаражат бөлініп, тағы сондай нәрселер бөлініп, үлкен енді тарихшыларды шақыру әр театрдың қолынан келе бермейтін да ескеруіміз керек. Біз енді шыны керек бұл сондай. Дегенмен де осы біз білетінімізше мына бөрте қойылған кезде бұл жерде де міндетті түрде тарихшылар, консультанттар болғанын біз білеміз. Жаңағы Еділ патша қойылғанда да тарихшылармен ақылдасып, оны сахнаға шығарғанын біз білеміз. Өйткені біз қандай көркем спектакль қойып жатырмыз деп айтсақ та, біздің көкейімізде оны тарихи шындықпен байланыстыру міндеті тұрады. Бұны тек қана жай көркем шығарма ретінде сахнаға шығара салмай, керісінше нақты тарихи дәлдіктерді көрсетуге алдымызға міндет қылып қоямыз. Сондықтан да әрине бұл жерде тарихшыларменен, тарихи ғалымдарменен ақылдасып отырып жасалуы бұл міндетті түрде болып отыратын құбылыстардың барлығы. Барлық спектакльдерде сондай болды деп айта алмаймын. Бірақ дегенмен де жаңағы үлкен осы 3 спектакльдің үшеуінде де тарихшылар жүргеніне мен кепіл бере аламын. Рахмет. Рахмет. Егер сұрақтаңыз аудитория, сұрақтаңыз бар болса қоюға болады. Үндемей отыр. Әр шығар деп ойлаймын енді. Бүгінгі дәрісіміз өте қызықты, өте үлкен деңгейінде өткіздіңіз, соған сізге алғысымызды білдіремін.